Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде биылғы жылдың 3 наурызында Open University Open Space кеңсесі ашылған болатын. Open University орталығы бұл студенттерге, университет қонақтарына түрлі мәселелер бойынша кеңес беру. Бұл парасаттылық пен адамдықтың символы, таза қол мүсіндік композициясы және Open University кеңсесі. Консультацияларды тәжірибелі адвокаттар, медиаторлар, жоғарғы курс студенттері, заңгерлер жүргізеді. Open Space барынша ашық аймақта орналасқан, өйткені бақылау және бекіту камераларынан бақылау мүмкіндігі бар. Себебі сыбайлас жемқорлықсыз ел әрқайсымыздан басталады. Университет ректоры Төлеген Мұхтар Әдібекұлының қолдауымен университеттің бірінші оқу корпусының фойесінде таза қол мүсіндік композициясы тұр. Бұл мүсін әрбір қазақстандықтың басты құндылықтарын, басымдықтарын, адам ойының тазалығын, парасаттылықты еске салуға арналған. Қазіргі таңда Open University кеңсесінің жұмысы қалай жүруде? Аптаның жұмыс күндерінде жұмыс кестесі бойынша біздің осы кеңседе университет ректоры, проректорлары және факультет декандары келген студенттермен, олардың ата-аналарымен, немесе де басқа университетке өз мәселелерін шешу үшін келген адамдармен кездесу өткізіліп жатады. Ол кездесу өткізілу барысында осы кезекшілік жасап отырған біздің университеттің басшылар келген сұрақтарды оперативті түрде шешуге мүмкіншілік жасайды. Бүгінгі таңда әртүрлі сұрақтармен 10 шақты студент және ата-ана келіп хабарласты бізбен. Әділ парасатты қоғамның сыбайлас жемқорлықсыз құрылысы бізге, жастарға толығымен байланысты.